Баршаңызға ассалаумалейкум достар, бүгін үгітілген бәліш рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын ыдысқа май, қант салып, бұның бәрін жақсылап миксермен араластырамыз. Содан соң жұмыртқа салып, қайтадан араластырамыз, және тұз салып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Ұнға қопсытқыш саламыз, ұнымызды массамызға біртіндеп салып отырамыз. Бірінші миксермен жақсылап миксерлеп аламыз, содан соң қамырымызды қолмен илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болу керек. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, кішкентай бөлігін 10 минут тоңазытқышқа қоямыз. Дайын формамызға қамырымызды видеода көрсетілгенде қолмен жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстіне салмасын саламыз. Бұл менде джем, сіздер джемнің орнына тосап салсаңыздар болады. Енді қатып тұрған қамырымызды аламыз және оны бүкіл бәліш бойынша теркадан үгітіп шығамыз. Бәлішімізді 180 градуста 35-40 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің үгітілген бәлішіміз дайын. Бұл бәліштің дайындауы өте оңай, әрі бәліштің дәмі өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Сіздерге 100% дайындауға кеңес берем. Ал егер осы видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумалейкум.